Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат. Бүгін сіздермен дәл осындай паста жасайтын боламыз. Алдымен қызып тұрған қазанға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қыздырып алғаннан кейін үстіне бір тал чеснокты салып, қызарғанша қуырып аламыз. Чесногымыз қуырылып болғаннан кейін үстіне тауық еттерін салып, жақсылап қуырып аламыз. Тауық еттерін бір 5-7 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Содан кейін үстіне пиязымызды салып, оны да жақсылап араластырып қуырамыз. Үш минут пиязымызды қуырғаннан кейін татымына қарай тұз, бұрыш, паприка салып, жақсылап араластырып аламыз. Пияз, тауық еттері қуырылып болғаннан кейін үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді қосып, тағы да қуырамыз. 5-7 минут қуырамыз. Оған дейін біз кастрөлімізге суымызды құйып, қайнағанша күтеміз. Тамағымыз дайын болды. Енді үстіне біз сливки қосып, жақсылап араластырамыз. Сливки 15-10%, 20% болса да жарай береді. Қалауыңызша қарай, көп қоссаңыздар да болады, аз қоссаңыздар да болады. Мен азырақ қостым. Суымыз қайнаған соң, ішіне макарондарымызды салып, қайнатып, суға пісіріп аламыз. Макаронымыз пісіп, суын төгіп тастап, осылай макаронымызды қазанымызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!